Майнкрафттың логикасы достар, 3-ші часть. Біз Майнкрафтқа кірдік достар, көріп тұрғандарында, и менің қолымда незеретуі ең мықты меч бар достар. Қазір енді осы мечті бұлайнан костердің үстіне лақтырып көреміз. Бұған дым болмады. Жарайды достар, мынандай көк костер мақыл, мүмкін мынандай кәдімгі отқа лақтырып көреміз достар. Сонда да дым болмады. Мақыл, от мақыл да, костерлар мақыл. Может быть, лава достар біздің незеретуі мечімізді ертіп жібереді. Көрейік ал. Жоқ болып кетті достар. Бірақ қайттан қолыма түсті. Өлмейтін меч екен. Жарайды достар. Мүмкін мына үшеуі жоқ қыла алмады да, бірақ енді мынау отқа лақтырып көрейік, бірақ оттың өзі де бұны жоқ қыла алмайтын секілді достар да. Дұрыс айттым ба? Иә, дәл айтыппын. Бұл да дым болмады. Ал енді біз обычный кактусты көрейік достар. Мүмкін сендер ойлайтын шығарсыңдар, мынандай 4 нәрседен кейін, кілең оттардан кейін какой-то кактус бізді ұстап қалады мечте деп достар. Қазір тексеріп көретін болады. Сендер лайктарың болса, арнамызға тіркелуді ұмытпаңдар. Ал біз кактусқа лақтырамыз достар. И біздің меч кактус шоқып тастады.